Ассалаумағалейкум құрметті достар, бүгін мен сіздерге 2007 жылы жарық көрген Мінсіз атты фильмнің қысқаша ғана сюжетін айтып беретін боламын. Алдымен арнама тіркеліп, лайк басыңыздар. Кеттік ендеше. Журналист Кесси қартайып қалған Лора Куин атты әйелмен кездесуге келеді. Ол әйел кезінде әлемдегі ең мықты деген алмаз корпорациясында менеджер болып істеген жалғыз әйел екен. Яғни ол кездері әйелдің биік белестерді бағындыру, былайша айтқанда еркектерден асып түсу қиын әрі таңғаларлық құбылыс болатын деп сол жайында сұхбатқа келген екен. Журналистке Лора өз оқиғасын айта бастайды. 60 жыл Лондон, Лораның жас кезі, сол корпорацияға келе жатқанын көреміз. Жұмысшы сұрыптаушы өз үстеллеріне жақындайды. Сейфті ашып, ішінен тастарды алып шығып, отқан жұмысшыларға бөліп береді. Олар оны лупамен тексереді екен. Содан корпорация бастығы Милтон кеп жиналыс өткізіп, Кимстадта 100-ге жуық адам қаза болғанын естиді. Көбісі өз жұмысшылар екен. Орыстармен мәселені шешіп, бір келісімге келуді тапсырып, Оңтүстік Африкадағы Кейптаунға Питер атты қызметкерін жаңа атқарушы директор қылып тағайындайды. Бұл корпорацияның әлемде 1200-ден аса бөлімшелері бар. Сол бөлімшелердің біріне Лора директор болуды көздеп армандайды. Себебі Лора өз ісінің мықты маманы, көптеген ер адамдардан білімі жоғары, алайда оны әйел деп жоғары қызметке тағайындауға асықпайды. Содан оның көңіл күйі болмай отырады. Берілме, көбірек жұмыс істе, сені жеңіп шығасың деп өз-өзіне ескертпе ретінде хат жазып алдына салып қояды. Тіпті жеке өміріне де мән бермей, ер адамдармен танысуға да бармай өз мансабымен айналысады. Солай кешке дейін жұмыста қалғанда Хопс атты еден жуушы кабинетін тазалауға кіріп, сіз ерте кеп кеш қайтасыз, әріптестеріңіз мұндайды бағалау керек деп айтады. Ол темекі тұқылдарын тазалап өз жұмысын істеп кетеді. Осылай күндер өтіп, өз хатын ашып көремін дегенде ішінен кішкентай билет түседі. Кинотеатрдың билеті екен. Өзінің жазған хатын оқып, сен жеңе алмайсың деп біреу астына жазып қойыпты. Билетпен кинотеатрға келсе, ол жерде әлгі еден жуушы Хопс күтіп алады. Сөйтсе сол жазған екен. Мен еркек іздеп жүрген жоқпын деген қызға шал, сізге тек ұсынысым ғана бар, сәл уақыт бөліңіз деп сұрап, оны қалуға көндіреді. Сөйтіп Хопс Лораның 3 жылдан бері жоғары көтеріле алмай келе жатқанын білетін ол, жай ғана көмек бергім келеді деп, сізді жұмыстан шығармақшы деп таңғалдырады. Қыз онша сене қоймайды. Сонда қария адамдар сөйлесу кезінде тазалап жүрген еден жуушыларды жоққа санап, түрлі әңгімелерді айтады екен. Сол кезде Лораны шығаратыны жайлы естіген ол, қызға айтуды жөн санапты. Содан Лора қағаздарды өткізіп, хатшы әйелді кабинеттен алдап шығарып, қағаздарды ақтарады. Өзінің шынымен жұмыстан 10 ақпанында босатылсын деген қағазын көріп, Хопстың айтқаны рас болып шығады. Содан не істерін білмей салы суға кеткен Лора ақыры Хопспен кездесіп, сіздің айтқаныңыз рас болып шықты деп, және шалдың корпорацияны тонағысы келетінін түсінеді. Менде жоспар бар деп, сонымен бөліседі. Сағат кешкі 9-да барлық жер жабылып, ешкім кіріп шықпайды. Негізгі қабатта күзет күшейтілген, ал астыңғы қабатта 2 ғана күзетші бар деп картадан көрсетеді. Ол жаққа кірудің жалғыз жолы лифт дейді Хопс. Еден жуушылар барлық жерде тек түнде ғана тазалайды. Әдетте мен жинауды 4-ші қабаттан бастап, күзеттің жетектеуімен астыңғы қабатқа түсемін. Бірнеше сағат бойы сонда өз жұмысымды істеймін деп айтып береді. Сол кезде оны ешкім бақыламайтынын жеткізеді. Яғни не істесе де ешкім көрмейді дейді. Тек сағат сайын ғана тексереді екен. Осы жерде Хопстың 16 жыл бойы істеп келгенін және сол уақытта бір рет болсын қойманы ашпағанын естиміз. Аша алмайтын едіңіз, себебі сейфтің коды әр апта сайын ауысады. Оны тек 2 адам ғана біледі дейді Лора. Ол сейфке жауапты адам мен бастық қана біледі екен. Сөйтіп Хопс 1 жыл алдын бастықтың бөлмесін жинап жүріп, байқаусызда үстел астынан жазылған кодты тауып алады. Орнына қойып бірнеше ай бұрын іздеп таппағанын айтады. Батылдығы жетпегендіктен ол тонауға бара алмапты. Басшылығы Лораның жұмысына әділ бағасын бермеген үшін іштей ашуланып жүргенін байқаған Хопс осы тонауды бірге жасауға шақырады. Бастық үйінде орыстармен кездесу кешін ұйымдастырып жатқанын білетін шал Лораға Милтонның бөлмесіне кіріп, үстел астынан кодты ізде дейді. Сонда қыз барлығы болған күннің өзінде алмаздарды қалай шығарамыз дегенде, қария термосты көрсетеді. Оған сиғанышша саламыз деп әрқайсымызға 1 миллион фунтқа жететін алмазды алуды ойлайды. Яғни сонша тастарды алғанын байқамай қалады. Қызды көндіруге тырысады. Сөйтіп кеш болып, орыстармен кездесу ұйымдастырылады. Кейін Лора 2-ші қабатқа шығып, бастығының кабинетін тауып, ішке кіріп, үстелінің астынан кодты іздейді. Сол уақытта біреу келе жатады. Сипалап
айналап қарап, бірақ таба алмайды. Кейін есікті біреу ашады. Тез жоғары жаққа шығып тығылады. Сөйтсе бастығы екен. Ол өз сейфін ашып жатқанда Лора дүрбімен сейфтің кодын көріп алып, кеткеннен кейін бастығының сейфін ашып, ішінен қойманың кодын табады. Осылай Лора Хоббстың ұсынысын қабыл алғанын түсінеміз. Шалға кеп, оған кодты ұстатады. Содан дәлізге камера іліп жатқанын көріп, ойланып қалып, Хоббсқа барлық жерде камера қойылып жатқанын жеткізіп, ештеңе істей алмаймыз деп, кеш болмай жатып, істен бас тартпақ болады. Бірақ шал, маған кодты бердіңіз, сіз сыбайлассыз деп, мен соңына дейін барамын. Сіз де бұны қалап жатырсыз. Өміріңізді қамтамасыз етудің жалғыз жолы осы деп, қызды ары қарай қимылдауға көндіреді. Камера барын, бірақ мониторда кезек-кезегімен 15 секундта ауысып көрсетілетінін, бастапқы камера ауысып келгенше 60 секунд барын біліп алған екен. Сіз қоймаға кіргенде күзетке хабарласамын. Ол сізге кемінде тағы 30 секунд береді деп келіседі. Сөйтіп ертесіне жұмысқа кеп белгіленіп кіреді. Кешке бәрі қайтқанда тазалаушылар өз жұмыстарына кіріседі. Камерадан бақылаушы қарап, бәрін көріп отырады. Сол жерде тазалауға келген Хоббс мониторға қарап, қойманың есігі ауысып келгенше уақытты қосып қояды. Осылай ол әр жерде Лора айтқанда есептеп жүреді. Кейін қойма жақты жуып шайып болып, кері қайтып камераның ауысатын уақытында қайта қоймаға қарай жүгіреді. Қартайған шал барынша тез жүгіруге тырысады. Ол кезде Лора көшедегі телефонмен күзетке қоңырау соқпақ болады. Алайда телефон сымы қиылғанын көріп, басқасына қарай асығып жүгіреді. Ал Хоббс болса кодты енгізіп ашуға тырмысады. Алғашында дұрыс енгізбей ашылмайды. Сол кезде камера ауысып, Хоббс экраннан көрінеді. Бақылаушы жайбарақат өз тағамын жеп боп, экранға қарамай отырады. Хоббс кодты қайта енгізіп, құлып ашылып, ауыр есікті сүйреп сырғытады. Лора тез екінші телефонға жетіп, күзетшіге қоңырау соққанда, шал есікті жаба бастайды. Тұтқаны алған кезде Лора қоя салып, осылай күзеттің назарын аудартады. Хоббс есікті жауып үлгереді. Қойманың іші толған тастарды көреміз. Кейін риза болған қария термосын ұстайды. Лора да қобалжып тұрады. Салып болған соң уақытқа қарап, камера ауысқанын түсініп, есікті итеріп ашып, тез жүгіреді. Камера қоймаға ауысқанда Хоббс көрінбей, оның үлгергенін түсінеміз. Ертесіне жұмысқа келгенде басшылар тыпырлап кетеді. Лора біліп қойды деп уайымдайды. Кейін оны шақырып, болған жағдайды ешкімге жария қылмау керек деп ескертіп, оны қоймаға кіргізеді. Сөйтсе қойманың іші ақтарылып, барлық тастардың жоқ екенін көріп таңырқап, Хоббс бәрін алып кеткенін түсінеді. Жиналыста бастықтары Милтон, сақтандырушы Синклермен ақылдаса келе, полициямен шу бізді апатқа алып келеді деп, бұл жағдайды өздері шешпек болып, сақтандырушының тергеушісі Финчпен таныстырады. Іште 2 тоннаға жуық алмаз болды. Оны жалғыз адам алып кете алмайды. Оған бірнеше жүк көлігі керек деп ақпаратпен бөліседі. Содан корпорацияға бір адвокат кеп, менің клиентім тауарды алғыларыңыз келсе, апта соңына дейін маған айтыңыздар деп хатты беріп кетеді. Хатты ашып көріп, алмаздарды 100 миллионға беремін, 48 сағатты төлеңіздер деп талап қойыпты. Лора бұның бәрін Хоббс деп жатқанын білетін, ол барынша өзін қолында ұстап тұрады. Тергеуші Лораға кеп, одан сұрақ жауап алмақшы болады. Қыз туралы барлық мағлұматты біліп, оның американдық, бірақ Англияда оқығандығын, оның біраз жетістікке жеткенін айтып, бұл сізді қанағаттандыра ма деп сұрағанда, Лора әрине деп жауап береді. Яғни Финч ол жұмысымен қанағаттанбай тонады деп күдіктене бастағандай болады. Сөйтіп Лора тергеушінің қасында болу үшін басшылықтан оған компания атынан көмек беремін деп қасына көмекші қылуына рұқсат сұрайды. Финчтің қасына келеді. Қоймаға барамыз деп жолдағы камераның мониторларына қарап, бұл онша сенімді емес. Себебі бір дәліз 1 минутқа көрінбейді деп өзінің зерттегендерін айтып отырып, төменге түсіп, қабырғалар, еден, төбеннің бәрі болатпен қапталған, алмаздарды басқаша шығарған болу керек деп қызға айтады. Сақтандырушы Синклер Милтонға 100 миллионның орнына 5 миллион ғана береді. Оған разы болмаған басшы чекті жыртып тастап, екеуінің арасында түсініспеушіліктер пайда болады. Тергеуші бұны компанияның бір немесе бірнеше қызметкерлері істегеніне сенімді екенін айтып, олар кодты сіздің кешіңізде үйіңізден алған болу керек деп болжап, ол жаққа сарапшыларды жібергенін айтады. Милтон сақтандырушы әдейі компанияны қазбалап жатыр деп ойлап, оған қатты сөйлеп, сақтандырудан ешқандай көмек түспегеніне шамданып, Синклерді қорқытады. Лора Хоббспен кездесіп, қалай жасадыңыз деп сұрайды. Ал шал болса нақты жауап бермейді. Түрмеге отырудан қорыққан Лора олармен келісейік десе, шал көнбей алмаздардың қайда екенін айтпайды. Сонда қыз өзім тауып аламын деп кетеді. Кейін тергеуші кеште болған адамдардың саусақ іздерін алып жатырмыз деп Лораның саусақтарын басып алады. Хоббстан күдіктене бастағаны Финч, ол өтірік айтып жатыр ма, жоқ па деп түсіну үшін Лораны шақырып, шалдан сұрақ жауап алады. Ол әдеттегідей жұмыс істедім, қай кезде қайда болғанын айтып жауаптан құтылады. Сөйтіп саусақ іздерінің сараптамасы кеп, ол Лораныкімен сәйкес келеді. Синклер болса газет
журналистіне хабарласып, шу шығарып уақытты созуды қалайды. Ақпарат журналистерге жеткеннен кейін барлығы корпорацияға қаптап келеді. Соны көрген Милтон күйзелістен жүрегі шыдамай құлайды. Финч Лораны кафеге шақырып, оны жаймен сөзге тартады. Сіздің саусақ іздеріңіз сәйкес келді деп, тонауды қалай жасағанын түсінбек боп сұраса, Лора мен жасамадым деп мойындамайды. Директорлар кеңесі жиналып жатыр деп, оны шақыртып алады. Лора болса тығырыққа тіреліп, қобалжудан өзін баса алмай, әжетханада жылап тұрып, сөмкесінен орамалын алған кезде оған оралған сырғасы түсіп кетеді. Сырғасының тасын аламын деп құбырды босатып таста алғанда, Лора бірдеңе түсінгендей болады. Хопстың бұрын сантехник болғаны есіне түсіп, жұмысқа жақын жердегі кәріз туннелінің қақпағын ашады. Ішке түсіп, біраз жүріп келеді. Сонда алдынан Хопс шығып, сіз ақылдысыз деп қарсы алады. Қыз, мен бәрін айтып беремін дегенде, шал тапаншасын шығарып жібермейді. Бір сағаттан кейін олар ақшасын төлеу керек деп сенімді болады. Лора болса, олар төлемейді деп қолындағы тапаншасын ұрып құлатып қаша жөнеледі. Сәл жүгіріп кеп, шалынып құлап, қашалмайтын түсініп отырып қалады. Ал Хопс асықпай артынан кеп, сіз менің әйеліме қатты ұқсайсыз дейді. Сөйтіп әйелінің рактан қайтыс болғанын білеміз. Басында әйелінің ауруы пайда болғанда, ота жасап, ғұмырын сақтауға мүмкіндік көп еді деп, өздері жинаған мардымсыз қаражаттарына жекеменшік медициналық сақтандыруды сатып алыпты. Ал олар әйеліңіздің кезегі келсін деп күттіріпті. Сонда Хопстар тез ота жасалсын деп бәріне жалынып, жалбарынып, тіпті компания басшысына дейін шыққан. Бірақ ол жедел жағдай емес деп қайтарған екен. Әйелінің кезегі кеп жатқызғанда кеш болды дейді қария. Сол сақтандырудың басшысы Синклер болғанын. Ол уақытта Синклер медициналық сақтандыруларды кедейлерге сатқан екен. Сол ақшалар арқылы байып, Алмаз корпорациясының сақтандырушысына айналғанын естиміз. Содан сақтандырудың құрылтайшысы Алмаз корпорациясының ұсынысына келісіп, яғни корпорация сақтандыруға ешқандай кінәрат тақпайтын болғандықтан 100 миллионды төлеуге келісіпті. Соны естіген Синклер банкрот болғанын түсініп, өз-өзіне қол жұмсайды. Осы жағдайда 15 жыл күткен Хопс әйелінің өліміне кінәлі адамнан кегін осылай алуды жоспарлағанын түсінеміз. Яғни оған ақша маңызды емес еді. Қалай тонағаны көрсетіле бастайды. Ол кіргенде тастарды өз арбасындағы қоқыс шелегіне салып, уақытқа қарап, бір рет апарып кеп, екінші рет кеп, қалғандарын салып, уақытпен барлығын есептеп, апарып келіп жүргенін көреміз. Экраннан оның әрі-бері жүргенін байқаймыз. Ал бақылаушы уайымдамай өз жұмысын істеп жатыр деп ойлаған болу керек. Солай барлық алмаздарды шығарып болып, қол жуғыштың құбырын босатып, оған шлангыны жалғап, тастарды сумен ағызуға кіріседі. Солай тастар шлангыге бітелмей кәрізге ағады. Сонымен корпорация банк арқылы ақшаларын аударып, чекті адвокатына береді. Бірақ алмаздарды қайтармайын дегенді түсіндіретін, ештеңе жазылмаған таза қағазы жібергенін көріп уайымдайды. Лораға өмірі ғажап, одан өкінбей барлық нәрсені алып қалыңыз деп, уақытқа қарап кетіп қалады. Қыз фонармен алға жүріп, үйіліп тұрған тастарды көріп, көңілі жайына түскендей болады. Адамдарды шақырып, тастарды кері тасый бастайды. Сөйтіп алмаздарды жуып шайып, ешқайда жоғалмады деп журналистерге көрсетеді. Бастықтың баласы жаңа басшы боп тағайындалып, орыстармен жұмыс жақсара түседі. Тергеу нәтижесінде Хопс жалғыз өзі әрекет жасағаны дәлелденіп, ол жоқ болып табылмағандығы айтылады. Лораны жұмыстан шығармайды. Бір айдан кейін оның лауазымын көтермегендіктен өзі жұмыстан кетіпті. Ақшамен не болды деген тілшіге Хопсты одан кейін жолықтырмағандығын және Швейцария банкінен оның атына шот ашылып, ішінде 100 миллион болғандығын жеткізеді. Яғни қария бар ақшасын Лораға табыстаған екен. Осы жерден менің оқиғам басталады деп өзі жазған кітабын ұсынады. Ақшаның ауыртпалығы Лораның өмірге деген басқаша көзқарасының оянуына әкеліп, әлеммен өзін өзі танып, өзгеріпті. Ол бар ақшасын түрлі қайырымдылық қорларға аударып, отбасылы болғанын, ақшаны таратып болып, өзін еркіндікте сезгенін естіп, фильм аяқталады. Осылай өмірінде әйел адам үлкен жетістікке жету үшін бар күшін салып, тер төгіп, белгілі лауазымға көтерілгенмен бастық атана алмайды. Үнемі жақсы жұмыс істеп жүргенін байқап, кейін жұмыстан шығаратын естіген Хопс бір жағынан компаниядан кегін алып, бір жағынан қыздың еңбегі зая кетпесін деген оймен оның өмірін түбегейлі өзгерткенін көрдік. Егер кино ұнаған болса, лайк басып арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.